студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни алмалы-салмалы протездер дайындау техникасы бойынша жартылай алмалы-салмалы протездерді дайындаудың клиникалық және лабораториялық кезеңдері, көшірме алу, үлгі құю және үлгіде жартылай алмалы-салмалы протездің шекарасын сызу. Алмалы-салмалы протездер жалпы жартылай алмалы-салмалы, толық алмалы-салмалы және бюгелді протездер болып бөлінеді. Мына өздерің көріп тұрғандай, мына жерде протез жартылай алмалы-салмалы протез, яғни науқастың өзінің табиғи тістері болады мына жерлерде. Жартылай алмалы-салмалы протез біріншіден неден тұрады? Жартылай алмалы-салмалы протез біріншіден мына көріп тұрғандарыңыз пластиналы базис, одан кейін жасанды тістер, одан кейін кламерлер. Яғни кламерлер протездің мына жерде кламерлер пластмассалы күйінде болады. Кламерлер бұл протездің ауыз қуысында тамақты шайнау және сөйлеу кезінде протезді толығымен ауыз қуысында ұстап тұруға қызмет жасайды. Жасанды тістер тамақтарды үгітуге, шайнауға қызмет жасайды. Базис осы жасанды тістерді біріктіріп, протездің ауыз қуысында көлемді тұруына жағдай жасайды. Одан кейін толық алмалы-салмалы протез, яғни адамның ауыз қуысында ешқандай тіс болмаған кезде толық алмалы-салмалы протез дайындалады. Бұл кезде ешқандай кламер болмайды. Бұл кезде өздеріңіз көріп тұрғандай протез арнасы арқылы, таңдай көлемі арқылы адамның ауыз қуысында протез тұрады. Одан кейін бюгелді протездер. Бюгелді протездер дегеніміз жартылай алмалы-салмалы протез сияқты жартылай тіс кемістігі кезінде қолданылады. Бұл протездің тиімділігі шайнау қызметін 70-80%-ға дейін толығымен қалпына келтіреді. Және де альвеолярлық өсінділердің сем қалмауын қамтамасыз етеді, және де таңдайды толығымен жаппайды. Мына доға арқылы жауып жатады. Доға бұл, бюгел бұл неміс тілінен аударғанда доға деген мағынаны білдіреді. Яғни бүгін клиникалық лабораториялық кезеңдерді түсіндіріп өтейін. Бірінші клиникалық лабораториялық кезеңдер дегеніміз протездің дайындалуы, ол тек қана тіс дәрігер, яғни стоматологтың немесе тіс технигінің бір өзінің ғана жасап шығатын жұмысы емес. Бұл жерде топ бол, яғни командный жұмыс болады. Бұл жерде пациент біріншіден, екіншіден стоматолог, үшіншіден тіс технигі, яғни зубной техник. Бұл жерде біріншіден науқас клиникаға келіп, өзінің тіссіздігін немесе тісі жоқтығының салдарынан басқа да шайнау аппаратының немесе де ішкі құрылыстарының ауыратындығына шағымданып стоматологке келеді клиникаға, немесе эстетикалық қанағаттанбайтынына шағымданады. Сондықтан ол жерде келген стоматологқа келген науқасқа кеңес беріледі, және де кеңес кезінде оған қандай протездердің құрылымы ол кісіге болатынын толығымен дәрігер-стоматолог оған түсіндіріп өтеді. Ең бірінші кезеңді дәрігер-стоматолог бастайды, яғни бірінші клиникалық кезең науқаспен сөйлесу, науқастың қал жағдайын, анамнезін сұрау, және де анамнез жинау науқастан. Науқастан ауыз қуысынан және де көшірме алу. Көшірме алу үшін өздерін тіс техникалық материал танудан өткендей, көшірме алу үшін бізге эластикалық немесе силиконды материалдар пайдаланамыз. Яғни эластикалық алатын болсақ, оның ішінде аргинатты упен массасын қолдануға болады, немесе силиконды массаның ішінде Zeta+, Stomaflex, Spidix деген түрлі массаларды қолдануға болады. Яғни ең бірінші этап, дәрігердің етабы ол көшірме алу. Көшірме алғаннан кейін, одан кейін этап тіс технигіне лабораторияға беріледі. Тіс технигі оған гипстен, яғни ғаныштан үлгі құяды. Үлгінің биіктігі 1,5-2 см-ден аспау керек. Одан кейін үлгі құйылғаннан кейін үлгіге жартылай алмалы-салмалы протездің шекарасы сызылып, оған пластиналы балауыздан базис пен окклюзиялық білік дайындалады. Окклюзиялық білік
орталық окклюзияны анықтау үшін қолданылады. Яғни клиникада науқастың ауыз қуысына базис пен окклюзиялық білігі бар базисті салады да орталық окклюзиясын анықтайды. Одан кейін орталық окклюзиясы анықталған базис пен біліктерді үлгілерге орнатып, оны қайтадан лабораторияға жібереді. Лабораторияда оны төменгі жақтың қозғалысын қайталайтын окклюдатор немесе артикулятор аппараттарына ғаныштап үлгілерді әрі қарай жасанды тістерді орнатуға көшеді. Жасанды тістерді орнатқаннан кейін ол жерде кламерлер дайындалады алдымен, одан кейін жасанды тістер орнатылады, одан кейін оған бастапқы рет үлгілеу жүргізіледі. Одан кейін клиникада міндетті түрде ауыз қуысында базистер, жасанды тістері бар базис, яғни балауыз базис, адамның ауыз қуысында өлшенуі керек. Көбіне стоматологтар мен техниктер ерініп, осы этапты, осы кезеңді жасамай кетеді. Ал бұл кезеңнің маңыздылығы өте жоғары. Яғни протез дайын болған кезде, протезді дайын болған кезінде, ауыз қуысына кигізіп жатқан кезде ешқандай кемшіліксіз болу үшін осы кезеңді толығымен орындауымыз керек. Дәрігер ауыз қуысында балауыз тістері бар балауыз базисті ауыз қуысында тексергеннен кейін кемшіліктері болса, оны тіс технигіне көрсетіп, тапсырыс снарядында немесе барлығы жақсы болатын болса, ары қарай жұмысты жалғастыра беруге тіс технигіне мәлімдейді. Ары қарай тіс технигі протездің балауыз базисін ақырғы рет үлгілейді. Яғни ақырғы рет үлгілеу дегеніміз протезге шынайы түр беру. Яғни адамның ауыз қуысында тұрған кезде оны сырттан қарап тұрған адам протез немесе протез емес екенінен айыра алмау керек. Одан кейін ақырғы рет үлгілегеннен кейін протезді арнайы кювета деп айтылатын үлгілерді қаныштайтын кюветада қаныштайды да ары қарай балауызды пластмассаға ауыстырады, полимеризация процесін жүргізеді және оны кюветадан шығарып өңдейді, тегістейді, жылтыратады және оны соңында клиникаға дәрігерге береді. Яғни дәрігер науқастың ауыз қуысына протезді салып тексереді, протездің кіру және шығу жолдарын науқасқа түсіндіреді. Барлығы жақсы болған жағдайда бататын жерлерін ескертіп коррекциялауға шақырады. Енді бүгінгі практикалық іс машықтығымызға көшейік. Ол үшін бізге силиконды массамен алынған көшірмелерге үлгі құюдан бастап түсіндіреміз. Яғни көшірмелеріміз дайын, оған қазір ғаныш үлгіні қалай құятынын сіздерге түсіндіріп өтемін. Мына көріп отырғандарыңыз арнайы темір қасықтармен алынған, силиконды массамен алынған көшірмелер. Яғни науқастың аузынан біз протез дайындау үшін, жартылай алмалы салмалы протез дайындау үшін силиконды массамен көшірме алынған. Келген көшірмені лабораторияда арнайы өзінің ерітіндісімен залалсыздандырып, одан кейін суда сақтайды, үлгі құям дегенше. Яғни үлгі құю үшін бізге арнайы қолба керек және шпатель керек. Және қолбаға су құйып, оған қанышты араластырамыз. Қанышты қаймақ тәріздес болғанша араластырамыз. Қаныш аз мөлшерден алып, қанышты таңдай күмбезінен бастап салып, жаймен қолбаның жиегіне орап отырып құямыз. Үлгіні құйып бастадық біз уже. Немесе арнайы біздің құрылғымыз бар. Ол яғни вибростолик деп аталады. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл не үшін қолды ұрып отырып немесе вибростоликте құямыз. Яғни құйылып жатқан қаныштың арасында ауалы қуыстар қалып қоймас үшін осылай вибростоликте немесе қолбаның жиегіне ұрап отырып құямыз.
протез орналасатын жерді толығымен жаңағыдай вибростоликте құйып алғаннан кейін оған модельдің цоколін, яғни негізін дайындаймыз. Ол үшін қанышты алып, жаңағы құйып алған бөлігінің үстіне тағы да еселеп өсіреміз. Одан кейін қасықтарды теріс қаратып, тегіс кафельдің бетіне немесе линолеумның столдың бетіне тегіс қылып қоямыз. Одан кейін артық қаныштардың барлығын тегістейміз. Осындай болып құйылған үлгілерді қатқанын, толық қатқанын күтеміз. Ол үшін бізге 15-20 минут жеткілікті. 15-20 минуттан кейін үлгілерді көшірмелерден ажыратамыз толығымен қатқаннан кейін. Қаныш міне толығымен қатты. Оны мына көшірменің жиегіндегі артық шығып кеткен қаныштың артық жерлерін толығымен қаныш пышағымен алып тастаймыз. Міне толығымен жиегіндегі артық қаныштарды алып тастап, одан кейін ырғайып отырып үлгіні шешіп, толығымен шешіп аламыз. Міне үлгілеріміз толығымен шықты. Одан кейін оны үлгінің шекарасын сақтай отырып мынандай қаныш пышақпен немесе арнайы триммер аппаратында тегістейміз. Бұл жерде бізде мына тістер керамикалық жасанды тістер болғаннан кейін бұл жерге біз пилот, яғни кеменный әдісі бойынша пилот қоямыз. Кламердің орнына қызылиекті, яғни қызылиекті кламер. Мына жерде бізде өтпелі қатпар бар, яғни құрт қатпарынан айналып өтіп, өтпелі қатпармен толығымен границаны химиялық карандашпен сызамыз. Мына жер бізде ретромалярный область, яғни малярдың ретромалярлық аймақ болып табылады. Одан кейін мына жер линия А, яғни қатты таңдай мен жұмсақ таңдайдың бір-біріне өтетін жері. Мына жерде де керамикалық тістер болғандықтан бұл жерде біз пилот, яғни қызыл иектік кламер жасаймыз. Одан кейін жасанды тістердің өзінің адамның табиғи тістерінің шайнау тістердің 3-тен 1-ін жауып тұрады. Граница 3-тен 1-ін тістің. Одан кейін тісі бар жағымен, тісі бар кезінде таңдайдың ішкі жағымен өтсе, тісі жоқ жерлермен өтпелі қатпар арқылы сыртымен айналып өтеді. Мына жерде торус болады. Торус. Осы жерде изолировать етіп, яғни оқшаулауымыз керек. Жоғарғы жақтың мына жер клапанды аймақ деп аталады. Клапанды аймақ. Одан кейін төменгі жақта бізде көріп тұрғанымыздай таңдай болмайды. Бұл жерде алвеолярлық
өсінділер болады. Граница немен толық өтеді, переходной складкамен, яғни өтпелі қатпармен. Сөйтіп төменгі жақтың төмпегін айналып өтеді міндетті түрде. Мына жерде мен көріп тұрғаныңыздай экзостоз бар. Экзостозды біз оқшаулауымыз керек. Яғни экзостоз торус деген сүйектің шығыңқы жерлері. Төменгі жақта тіл үзеңгісін айналып өтіп, азу тістердің артқы төмпегінен кейін барып өтпелі қатпарға қарай шығамыз. Яғни тоже үштен бірін толық жауып тұрады. Мына жерлер ретромалярны облыстар. Альвеолярлық өсіндінің қырында бүйтіп нақты альвеолярлық өсінді жасанды тістер орнатқан кезде көріп отырғым келетін болса, альвеолярлық өсіндінің де үстінен сызып көрсетуге болады.